Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі 2007 жылғы 27 шілдедегі номері 355 бұйрығына сәйкес және білім беру ұйымдарының қамқоршылық кеңес құрамын бекіту жөніндегі ұсыныс хаттары негізінде Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданы Тасқала ауылындағы Сәулет мектеп-лицейінде 2021 жылдың 9 ақпанында қамқоршылық кеңес құрылып, өз жұмысын бастады. Әр жылдың басында мектебіміздің қамқоршылық кеңесі құрылып, жаңа оқу жылына жоспар құрады. Кеңес мүшелері жиналып, өз ойларын ортаға салып, шешім шығарады. Балалардың жан-жақты дамуы мен жетілуіне бағытталған шараларды өткізу қамқоршылық кеңесінің жұмысы болып табылады. Өткен оқу жылында мектебіміздің қамқоршылық кеңесі мектеп тарихындағы ерекше шараларды өткізді. Солардың бірі Қазақстан Республикасының 30 жылдығын тойлау. Ата-аналар мен бала арасын нығайту мақсатында мектебімізде волейболдан жарыс өткен болатын. Адамды еңбек, ал адам өз заманын көркейтеді. Ізгілікті көктен іздеме, оны халық бірлігінен ізде дейді ұлылар. Жыл сайын мектебімізде қамқоршылық кеңесінің бастауымен, ата-аналардың қолдауымен мектеп жәрмеңкесі өткізіліп келеді. Жәрмеңке ата-аналар белсенділігін, біртұтастығын, мектеп өміріне араласуын, жауапкершілігін арттырады. 15 мамыр халықаралық отбасы күніне орай мектебімізде ынтымағы жарасқан мектеп пен отбасы атты кең көлемде ұйымдастырылған ата-аналармен біріккен шара өтті. Кітап адамзат баласының баға жетпес асыл құндылығы, білім мен мәдениеттің биік белестеріне жетелейтін тәрбие құралы. Осы бағытта мектебімізде оқуға құштар жобасы іске асырылып келеді. Осы жоба басында да қамқоршылық кеңес үнемі жұмыстанып отырады. Сәулет мектеп-лицейінде 2022 жылдың 23 мамырында білімнің ерттеп тұлпарын атты лицейлік бал өтті. Биылғы оқу жылында мектебімізде ұйымдастырылған ұлттық әдебиетіміздегі ең үздік деген туындыны оқу және насихаттау, оқу ісін ілгерілету, рухани мұрамызды сақтау, сондай-ақ жастарды отаншылдыққа әрі өнегелілікке тәрбиелеу мақсатындағы оқуға құштар жобасы аясында 20 минуттық кітап оқу акциясының қорытындысы жарияланды. Сыйлыққа смарт сағат, ұялы телефон, бас жүлдеге сыйлыққа велосипед тарту етілді. Белсене қатысқан оқушыларға да сымсыз құлаққап сыйлықтары табысталды. Кеңес мүшесі мектебіміздің түлегі Галиева Сайгүлдің ұйымдастыруымен бірінші-екінші қабатта пәндер бойынша, үшінші қабатта мотивацияға арналып оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында стендтер жасақталды. Келең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық шағы, бір-бірімен жақсы қарым-қатынас жасауы, әңгімелесу, кітап оқуды ұйымдастыру мақсатында мектеп жанындағы интернат тәрбиеленушілеріне демалыс зонасы жасақталды. Сондай-ақ мектептің эстетикалық әдемілігі үшін мектеп сырты жарықтандырылды. Баланың білім алу құқықтарын жүзеге асыру мен отбасындағы адамгершілік және рухани құндылықтарды насихаттайтын қамқоршылық кеңесінің ұйымдастырған игі шаралары бала игілігі үшін жүзеге асырылып келеді.